Бүгінгі тақырып дүниетаным, сенім, мұрат. Жеке адам психикасының неге бағытталғандығын көрсететін негізгі компоненттердің бірі адамның дүниетанымы мен сенімі. Дүниетаным адамның табиғат пен қоғамдық өмір туралы білімдерінің жүйесі. Дүниетанымның негізі бастауыш мектеп кезінде қаланады да, бала кәмелет жасқа келгенде оның дүниетанымы біршама қалыптасады. Адамның дүниетанымы ұжымшылдықты, имандылықты, оптимизмді дәріптеп қана қоймай, әр адамды дүниені қайта құру жолындағы жанқиярлық күреске баулиды. Адамның алдына қойған мақсаттарының айқын болуы, дүниетанымының өміріне байланыстылығы берік сенімнен туады. Адамның дүниетанымына берік сенім нақты іс-әрекеті мен тәжірибесіне байланысты. Бекімеген дүниетаным берік болмайды. Сенім мен дүниетанымның қатарласып жүрсе де ғана адам санасы нұрлана түседі. Өйткені бұл екеуі құстың қос қанатындай адамның ең асыл қасиеттері. Берік сенім жоқ жерде тыңғылықты дүниетаным да тұрақты мінез құлық та болмайды. Сенім кісінің еркін білдірген, сезімін қозғаған, мақсат мүддесіне бағыт-бағдарына айналған білім жүйесі. Мұндай дүниетанымды қалыптастыру үшін адамға бәрінен бұрын білім негіздерін меңгеру қажет. Білімсіз дүниетаным қорланбайды. Өйткені білім дүниетанымды қалыптастыратын негізгі құрылыс материалы. Жеке адамның психикасын нұрландыратын қасиеттердің бірі мұрат, идеал. Бұл адамның өзіне өмірден өнеге іздеу, біреуді ардақ тұтып қастерлеу. Мұрат адамның алдына қойған ардақты ең асыл мақсаты. Адам осыған жету үшін қолдан келгеннің бәрін пайдаланады, өзін тәрбиелеуге кіріседі, барлық күш-жігерін соңына сарп етеді. Мұрат дүниетаным айқын, сенім сөзбен істің байланысы бар жерде ғана болады. Оқушыларды асыл мұраттар рухында тәрбиелеу бастауыш мектеп мұғалімдерінің басты міндеттерінің бірі. Қызығу, сенім, талап, мұрат адамды әр кезде әр әрекетке итермелеп отыратын ең негізгі қозғаушы мотивтер. Мән-мәнісі адамға онша айқын емес, көмексіз күңгірт болып көрінетін мотивтер де толып жатыр. Осы топтағы мотивтердің қатарына бағдар, установка, фрустрация латын сөзі қазақша босқа әлек болу, жолы болмау деген мағынаны білдіреді. Елігу стереотиптерін жатқызуға болады. Адамның жолы болмай босқа әлек болған жан күйзелісін психологияда фрустрация деп атайды. Енді осылардың кейбірін қысқаша толықталып өтейік. Мәселен, грузин психолог академик Узакадзе 1886-950 жылдары зерттеген бағдар теориясының мәні мына төмендегі қарапайым тәжірибеден жақсы байқалады. Салмағында айырмасы бар екі шарды қолмен 10-15 рет ұстап көрген адам бұлардың айырмашылығын оңай сезе алады. Кейін осы кісіге салмағы бірде екі шар берілгенде, ол бұларды бұрынғысынша екі түрлі деп қабылдайды. Тәжірибенің негізгі мәнісі де осында. Салмағы бірде екі шарды осылайша теріс қабылдауы иллюзия. Оның алдыңғы қабылдауындағы субъективтілік жағдайында байланысты туған. Мұндайда адамның зейіні қабылдайтын заттың өзіне емес, сол зат туғызатын сезімге, көңіл күйіне ауып кетеді. Осы тәжірибеде де бір-біріне тең шарларды аңғармай, қате қабылдау осындай жайттан туған. Адамның қажеті мен мақсатын жөндеп сезіне алмаған жағдайы бағдар деп аталады. Мұндай жағдайда күнделікті өмірде де жиі кездестіруге болады. Мәселен, бірінші сынып оқушылары үшін мұғалім қай жағынан да аса беделді адам. Оның ақ дегені ақ, қара дегені қара. Сондықтан олар кейде кейбір мұғалімдердің теріс өнегелерін де талғамай қабылдай береді. Оқушылардың мұғалім жөніндегі бір жақты түсініктері осындай. Әлі де айқындала қоймаған түйсіктің тек мұғалім жөніндегі бағдардың жай көрінісі ғана.